Қайырлы күн, сіздермен бірге ләззат. Бүгін сүзбелі тәтті жасаймыз. 400 грамм сүзбемізге 100 грамм сары майымызды ерітіп, толықтай блендермен езіп алатын боламыз. Езілген сүзбемізге 100 грамм қант ұнтағын қосамыз, яғни сахарный пудраны толықтай бір масса болғанша араластырып, ішіне мейіз және де грек жаңғағын қосып аламыз. Бізде осындай өте нәзік қоспа дайын болады. Оны кез келген формаға салып, 30 минутқа тоңазтқышқа салып қоямыз, яғни морозильникке. Менің қоспам осы форма толықтай толып 12 штук болып шықты. Сыртқы қабатын ганашын дайындайтын боламыз. Сары майымыз бен шоколадымызды 1,5 минутта микроволновкада ерітіп аламыз. Дайын болған сырықтарымызды, яғни ірімшіктерімізді ганашымызға матырып, қайттан тоңазтқышқа 20 минутқа қойып аламыз. Мінекей біздің тәттілеріміз дайын болды. Дәмі енді керемет, қыздар, жасап көріңіздер. Сіздермен болған ләззат. Лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен күнделікті рецепттермен бөлісіп отыратын боламын.